Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Толкап курсының кезекті видео сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз Future Continuous тақырыбын қарастыратын боламыз. Болашақ белгі бір уақыт аралығында жасалып жатқан іс-әрекеттерді сипаттайды, яғни болашақта жасалып жатқан. Мысалы, I will be working at 5 p.m. tomorrow десек, мен ертең кешкі сағат 5-те жұмыс істеп жатамын деген мағынаны білдіреді. Сол сияқты мысалдар келтіре кетсек, they will be playing football in the evening. Олар кешкісін футбол ойнап жатады. Байқасаңыз, бұл сөйлемдерде әрекет болашақта белгілі бір процесс үстінде болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттап жатыр, иә. Ал бұл шақтың құрылымына келіп тоқталатын болсақ, subject плюс will be плюс етістіктің ing формасы. Яғни continuous болғандықтан біз міндетті түрде етістіктің ing формасын қолданамыз. Мысалы, I will be working tomorrow at 8 a.m. Ертең 8-де мен жұмыс істеп жатамын. AM дегеніміз ол таңғы сағат 8-ді білдіреді, PM болса ол кешкі сағатты білдіреді. They will be studying all night. Олар түні бойы оқитын болады. Келесі, бұл құрылымның көмегімен болашақта белгілі бір уақытта не істейтіндігімізді айтып жеткізуімізге болады. Future Continuous'тың қолдану жағдайларына тоқталатын болсақ, бірінші кезекте ол белгілі бір уақытта жүріп жатқан әрекеттерді көрсету үшін. This time tomorrow I will be flying to Astana. Ертең осы уақытта мен Астанаға ұшып бара жатамын деген мағынаны білдіреді. Екіншісі, ұзақ уақытта созылатын әрекеттерді сипаттау үшін. He will be studying all evening. Ол кеш бойы оқып жатады дейді. Үшіншісі, алдын ала жоспарлаған әрекеттерді сипаттау үшін. Мысалы, we will be attending a meeting next Monday. Біз келесі дүйсенбіде жиналысқа қатысып жатамыз деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді болымсыз түрін жасалу құрылымына тоқталатын болсақ, subject плюс will not немесе won't деп қысқартсақ та болады. Шынында етістіктің ing формасы. I won't be watching TV tonight. Мен кешке теледидар көрмеймін. She won't be going to the party tomorrow. Ол ертең кешке жиынға бармайды, иә. Ал енді сұраулы сөйлем жасау жолына тоқталатын болсақ, бізде міндетті түрде көмекші етістік бірінші орынға шығады. Яғни бізде көмекші етістік will плюс subject плюс be плюс етістіктің ing формасы. Will you be working tomorrow at 10 a.m. Ертең сағат 10-да жұмыс істеп жатасың ба? Will they traveling next week? Олар келесі аптада жол жүреді ма? Оған жауап берген кезде қысқаша түрде иә істеймін десек, жоқ істемеймін деп жауап берсе болады. Мысалы, yes I will do, not I won't деп жауап берсек болады. Келесі, future continuous сондай-ақ келесі жағдайларда қолданады. Мысалы, белгілі бір уақытта жүріп жатқан әрекеттерді сипаттау үшін at 8 p.m. tonight I will be having dinner. Бүгін кешкі 8-де мен кешкі ас ішіп отырамын. Сыпайы сұраулар үшін will you be using this car this afternoon? Бүгін түстен кейін көлікті пайдаланып жатасың ба? Яғни, ол адам сол көлікті сұрағысы келіп тұрған шығар, иә? Сондай мағынада қолдануымызға болады. Енді future continuous'ты қолдана отырып сөйлемдерді толықтырып көрейік, иә? Сосын жауабын бірге талқылайтын боламыз. Орындап болсақ, тапсырма өте қарапайым. Бірінші сұрақтың жауабы He will be working at 7 p.m. tomorrow. Ол ертең кешкі сағат 7-де жұмыс істеп жатады. They will be traveling to Paris next week. Олар келесі аптада Парижда саяхаттап жатады. I will be watching TV tonight. Мен бүгін кешке телевизор қарап жатамын деген мағынаны білдіреді. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз future continuous тақырыбын өттік. Future continuous болашақта болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Құрылымы өте қарапайым. Subject плюс will be плюс етістіктің ing формасы, иә, continuous болғандықтан. Ендеше сіздерге келесі кезекте үйге тапсырма. Сіздердің болашақта жоспарлап жүрген ойларыңызды немесе армандарыңызды осы future continuous'ты пайдалана отырып сөйлем құрап айтып берсеңіздер.